Сәлеметсіздер ме? Мен Сағдат Өмағанбетов атындағы номері 14 мектептің 9-шы Б сынып оқушысы Тымабек Ринат Жомартұлы боламын. Менің ғылыми жобам тақырыбы ауыл шаруашылығындағы экологиялық жасыл өскен. Мақсаты гидропоника әдісімен экологиялық таза өнім алу. Зерттеу нысанымыз бидай мен арпадан гидропоника әдісімен жасыл өнім алу. Ғылыми жаңалықтарымыз қысқа мерзімде топырақсыз экологиялық таза азық және мол жасыл өнім. Жұмыстың өзектілігі гидропоника арқылы алынған жасыл өскен қысқа мерзімде және де жыл 12 ай алуға болады. Өсімдіктерді осы әдіспен өсіру топыраққа қарағанда аз еңбекті, аз уақытты, аз шығынды талап етеді. Және де заманауи технологияларды кеңінен пайдалануға болады. Міндеттері тақырып бойынша әдебиеттерден интернет желілерін іздену, гидропоника қондырғысын жасау, топырақ пайдаланбастан өсімдік өсіруді әдісін қолдану, жасанды ортада топырақсыз өсімдік өсіруге болатындығын дәлелдеу. Алдымен мен осы гидропоника саласын тереңнен зерттеу үшін гидропоника құрылғысын жасадым. Оны жетекшімен бірге құрастырдым. Ұзындығы 2 метр, биіктігі 1,5 метр, ені 70 см дәнекерлеп қоядық. Су жүйесін пластик құбырлардан жасап, оған таймер орнаттық. Жасанды жарыққа диодты лампа орнатып, оған да таймер орнаттық. Бізде 2 қатар, 4 стеллаж, толықтай автоматтандырылған құрылғылар жұмыс жасайды. Біз оған бидай мен арпаны егуді шештік. Себебі бидай бір күнде бірінші, екінші күн көктеп, үшінші, төртінші күні жасыл түске еніп, 6-шы, 7-ші күні біз одан жасыл өскен алатындығымызда болды. Ал енді жасаған тәжірибемді мен бейнероликпен көрсетейін. Алдымен арпа мен бидайды патогенді бактериялардан тазарту үшін калий перманганатын әдісіне салып тазалап жуып алдым. Дақылдарға таза су құйып, дақылдар белсенді болу үшін компрессор түтікшесі арқылы оттекпен қанықтырдық. Стеллаждарды тазалап сүрдік. Стеллаждарға 1,5-2 см қалдықта 2,5 кг дақыл егілді. Дақылдарды күнделікті суғаруды қажет етпейді, арнайы таймерлер уақытылы су айналым жүйесін жасайды. Дақылдарды бірінші, екінші күндері қараңғы жерде ұстадық. Бірінші, екінші күні жасыл өскен шыға бастаса, үшінші, төртінші күні тамыры түзіп, және де жасыл өскенге фотосинтез нәтижесінде жасыл түске енді. Тамырмен қосалғанда бізде 2,5 кг құрғақ арпадан немесе бидайдан 9-10 кг жасыл балауса алдық. Тәжірибе нәтижесін көргіміз келді. Тәжірибе нәтижесіне үй тауып көмектесті. Яғни, гидропоника әдісімен жасыл өскен жегінге дейінгі және кейінгі жұмыртқаларды салыстырдық. Нәтижесінде жұмыртқаның сарылуының қоюланғаны және де жұмыртқалайтын тауықтардың саны көбейгенін байқадық. Бізге Жуалы Қоныстөбе ауылы егін шаруа қожалығы мал азығы ретінде 140 км қамтитын аумақта 400 кг жасыл балауса егіп отыр. Ол кісілердің айтуы бойынша сиырдың сүтінің пайыздығы артқаны, майлығы артқаны, және де сиырларының салмақ нұсқаны. Тоқтыдан 40 күнде ет алса, одан май емес таза ет шығатындығын айтып өтті. Және де бұл кісілердің барлығы менің Инстаграм жарнамаларыма келіп қосылды. Яғни бізден осы гидропоника саласын біз жарнамаладық. Соның арқасында ол кісілер бізге келіп, өзінің сұрақтарын қоя бастады. Біз оған жауап беріп, осы сұрақтарға жауап бергеніміздің арқасында менің тәжірибемді негізге ала отырып, осындай жобаны қолға алды. Және де бұдан басқа көптеген Қаратау, Жаңатас, тағы да басқа да осындай ауыл шаруашылығына қызығатын кәсіпкерлер бізге келіп өзінің сұрақтарын қойды. Біз оларға толықтай жауап бердік. Яғни демек менің тәжірибем ауыл шаруашылығына өз септігін тигізетіні сөзсіз. Яғни қазіргі таңда малдарға керекті А, В, С, Д, В витаминдері тамырымен қосылғанда бар, және де көптеген микроэлементтер жинақталған. Және де бағана егін шаруа қожалығының иесі айтқандай, малдан, яғни ешкіден, тоқтыдан 40 күнде ет алса, одан май емес толықтай ет шығатынына мысал келтіріп отыр.
Және де көктем қыс мезгілдерінде көбінесе малдарда витамин жетіспеушілігі болады. Ал біздің гидропоникадан жасыл өскінін жесе, гидропоникадан алған жасыл өскінін жесе, ол витаминозның алдын алады. Және де даладан келген 80% аурулардың алдын алады. Және де қазіргі таңда және де бұдан алдыңғы жылдары Қазақстанда құрғақшылық болды. Құрғақшылықтың салдарынан ауыл шаруашылығы құлдырады десем болады. Себебі жем шөп қоры азайды. Соның кесірінен малдардың саны азайды. Яғни біздің мал шаруашылығымен қызығып келетін кәсіпкерлерімізге ол кедергі болды. Ал біз осы гидропоника әдісін қолданатын болсақ, осы гидропоника әдісінің арқасында біз жем шөп қорын молайта аламыз. Және де бұл құнарлы азық болады. Және де малдың көбеюіне өз септігін тигізеді. Және де мен осы жасыл өскінді сығудың арқасында витка шырынын жасай аламыз. Витка шырынында 17 дәрімен бар. Және де 30 мг витка шырынында 2-2,5 кг жасыл және де көптеген көкөністердің дәрімендері бар. Мен осы витка шырын туралы көптеген комментарийларды оқып, пікірлерді оқып, оны өзім жасап көруді шештім. Және де оны жасап, өзімнің анама, өзіме және де көршілестердің Шайра Махмудовнаға ұсындым. Бұны біз 3 апта қабылдадық. 3 аптадан кейін Шайра Махмудовна біздің үйге жүгіріп келіп, өзінің қуанышын жеткізді. Себебі ол кісі мұғалім болып жұмыс жасайды. Мұғалімдер қазіргі таңда көп энергиясын жұмсайтын мамандықтар болып саналады. Енді ол кісінің айтуынша, ол кісінің шағымы, яғни шаршап жүретін, шалдығып жүретінін айтып өтті. Ал осыны қабылдағалы бері біз Шайра Махмудовна өзінің шаршамай, өзінің энергиясын тасып жүретінін айтты. Ал анама келетін болсам, менің анамның гемоглобині төмен еді. Ал осы 3 апта қабылдағалы бері менің анамның гемоглобині артты. Және де өзіме келетін болса, менің безеулерім көбейді. Яғни осыдан 3 апта бұрын менің безеулерімнің саны артып кеткен болатын. Ал қазіргі таңда менің безеулерім көріп тұрғандарыңыздай азайды. Ұсынысым Қазақстан Республикасын дамытатын, яғни осы гидропоника саласын кеңінен дамытатын кәсіпкер болғым келеді. Қорытындылап келейін. Гидропоника әдісі қазіргі уақытта әлемдегі ғаламшардағы керекті ресурстарды үнемдеп отыр. Және де гидропоника әдісі арқылы біздің үстелімізге тағамды экологиялық таза азықты жеткізіп отыр. Үшіншіден, гидропоника әдісі қыс, көктем мезгілдерінде авитаминоз ауруының алдын алып отыр. Төртіншіден, ауыл шаруашылығында жем шөп қорын молайтып отыр. Назарларыңызға рахмет.